Biz magazinді аштық. Қазір бір мына жерге мынандай кілті бар өзінің. Достар, мороженый қалмаған. Морозильник таза. Сәлем достар, біздің каналымызға қош келдіңіздер. Біз Айым екеуміз қазір магазинді ашып сатушы болып отырамыз бүгін. Тағы да барам. Ай, барғысы келмей шықты. Үйде қала берейінші деген еді, бірақ қорқам ғой. Барғым келсе қалай барам, есікті қалай құлттайым деп уайымдап келе жатыр енді. Достар, қазір мына кілтті алып алдық. Ибошты алдық, Ибошты мына жерге одеялын бәрін алып алдық. Айым дәптерлерін алды. Қазір соны жазып отырады. Қолдарын жаттықтырып, әріп жазуға үйренеді. Ит қой, ит. Достар, біздің осы видеомыз соңына дейін қарап отырыңыздар. Қазір қандай сатушы боламыз, кімдер келеді, не сатамыз, бәрін көретін боласыздар. Достар, біз келдік, қазір магазин ашатын боламыз. Айымна, кімді Ибош ұстай тұршы? Ибош ұстап тұр. Достар, біз магазинді аштық. Қазір бір мына жерге мынандай кілті бар өзінің. Ал жүрші. Сында ма? Қиын. Жоқ, сындады. Ибошты ұстап тұра тұр. Достар, біз магазинді аштық. Ежелден деп ашылатын нелер бар. Дұрыс болғанын өзі. Ал достар, магазин ашық. Магазинді ашық деп жариялаймыз. Есікті де ашық деп жариялаймыз. Кілтімізді алып алайық. Қазір Айым өзім кіргізем. Мақұл. Достар, мороженый қалмаған. Морозильник таза. Есік ашық. Терезе деген ғой. Мына жерге кілтті қойып қоямыз. Иә. Мына жерде шаң болып қалды, қолым сүртіп алайыншы қолым. Ал достар, біздің магазинімізге келіңіздер. Терезені жаппасақ, сквозняк болайын деп тұр ғой біз Ибошқа. Не? Балық не алға ма? Қан. Мына жерде сандар тұр ғой, мынау 6 деген сан. Мына жерде сана қанша? 6 не санау керек? Bu не еді аты? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 болса 6-ға барасың, 7 болса 7-ге барасың деп санап істе. Енді ма? Елік тупа-тупс дейді. Достар. Тупа-тупс алып кетті 50 теңгелік.
Тупа-тупс. Ибош сияқтап отыр, қазір Ибошты далаға шығарып, сөйтіп күннің астында сәл жүргіземіз, ұйықтатамыз. Жаза берсен. Одеялдарын аяққа қоя салайықшы. Магазин іші сәл салқындау екен, Ибош жаурайды, далаға шығарайық. Айым сабақтан келді жаңа. Мұхаммедтер Алихан екеуі садикте. Апамыз жұмыста. Апа атамыз қыдырып кетті. Ал біз жүреміз ары бер. Қазір адамдар кеп қалса жүгіріп кіре саламыз. Қазір 2-ге қарай оқушылар көп кетеді, сол кезде сәл-сәл қиналып қаламыз. Соға дейін Ибошты ұйықтап тастау керек. Достар, біз магазинде отырмыз, андай бір чипсиді ашып алдайын. Соны жеп. Мына үйдің қызы екеуі істепті. Саламатсыз ба? Қалайсыз? Мына әпшесі көмектесіп бір екеуін жазып беріпті. Ондай болмайды ғой? Мына 9-ға ал, бар. Берейін ба? Бар. Ал достар, клиенттер келіп жатыр, кетіп жатыр. Түсіріп үлгере алмай жатырмыз. Сен сабаққа бармайсың ба? Жоқ, барам. Апаң шақырып жатыр ғой сені. Есеп қанша болған мынау? 11 ғой. Ана 8 дайым жазма? Иә. Мектеп кеттім. Қазір. Қоя бер, өзі шығарады ғой. Шығарамаймын ғой. Екеуміз шығарамыз, есептеп мақұл. Біреу жазып берсе, сен соған үйреніп қаласың ғой. Сол үшін екеуміз есептеп отырып жазамыз, мақұл ма? Өзі не қылады ғой? Санап есептеп жазады. Енді үйреніп жатыр ғой өзі. Ибрахим жылағысы кеп, ұйықтағысы кеп, естерін білмей жатыр. Екеуін бүйтіп көрсетіп тұрса, екі қолыңды санап өзі сөйтіп айтады. Қосса ана, 1, 2, 3 деп сана. Бірді жазасың, сосын. Мен де оны жазасың. Бір, сосын жоқ, мен де. Сен қай класс оқисың? Мен 3. Міне қара. Мынандай бір да, сосын мынандай жазасың. Мындай бір. Мынандай бір, сосын мынандай. Сабақ үйретіп жатыр. Достар, магазинде неше түрлі қызық адамдар келіп жатыр. Ақша төлейтін кезде Wi-Fi ашып жіберіңізші, төлеймін дейді. Wi-Fi жоқ десем, көріңізші деп, төлеу үшін өзіңіз қосу керексіз, короче деп. Ал одан кейін тағы бір қызық адамдар бар екен. Бәрін алады екен да, продуктыны үйіп төгіп алып, есіктен шығып кетіп бара жатыр. Ай, тоқтасаңызшы, ақшасы жоқ, ақшасы ше десем, жазып қойсаңыз, апа біледі ғой деп кетіп қалады екен. Жоқ, мен
ол кісілер жоқ кезде өйтіп істей алмаймын десем, өзі біледі деп заттар алып қашып кете береді екен. Сондай қызықтар болып жатыр. Қазір енді әлі сағат 1 ғой. 2-ның уақытында, 1:30-дарда сабақ басталады. Уақытқа қарай оқушылар көп келеді қазір. Соларға үлгеру керек. Ибошты ұйықтай ма десем, әлі ұйықтамай жатыр. Міне бала-шаға мектепке жүгіріп жатыр. Бәрі бір сумкадан асылған. Сумкалар өздерінен дәу. Ал достар, міне оқушылар келіп келген ғой. Оқушылар келіп, короче, мына жерде базар болды ғой. Адам көп. Мармеладтан бере саласыз ба деді ғой. Иә. Мармеладтан бере саласыз ба, анадан бере саласыз ба деп бәрі алып алатын. Кетті, қазір тағы келе жатыр қыздар. Қазір айын. Үстіңе шкаф. Қайсысын берейін, мынадан ба, мынаусы ма? Көк па? Көк жоқ па? Ойбай. Сынға ойбай, не болып кетті. Аспыз. Мам, қалай кетті? Ештеңе жоқ қой. Қалай ештеңе жоқ, бәрі босады ғой. Ана қалай? Соның ішінде ғана бар. Мен уже ішіндегі бәрін сатпайтын Көреш ана. нәрселерді. Күн суып кетті. Тек біреуін ғана қосатын болдық қой. Жай ашаны, ибошқа тек кетпесін айым. Беркеш ана, горилла құлап кетеді басың айым. Анау төбедегі көрін ба? Сулар құлап кетеді. Қазір көрсетем өлің, қолың жуып аш кел. Достар, біз қазір гамбургер істейміз. Сәбіз салат қоямыз. Осыны нанның арасына салып, кетчуп майонез жағып, пакетке салып қоямыз, сөйтіп сатамыз. Қатты ұстап тұр, ана түсіп кетеді. Мама қазір гамбургер анау дәу балдарға істейін деп жатыр. Мам, қалай істейтінін білесің ба? Иә, білем ғой. Бір нанды төртке бөлеміз. Сөйтемізде ортасын. Нехтағы бағанағы балдар отыр ғой нехта. Міне. Сол балдарға мама кесіп береді. Нанды ортасын кесеміз. Мындай не. Достар, біз гамбургерімізді істеп, сатып, одан біраз қалды. Біраз қимылдадық, жүгірдік айым екеуміз. Адам көбейіп кетті, сосын айымда андай гамбургерді алып, өзімен де жейін деп жеп алды. Қазір енді сағат 2 болайын деп жатыр. Папамыз келеді қазір. Жұмыстан папамыз. Иә. Сөйтіп папамыз отырады, біз үйге қайтамыз. Келіңіз апа. Бар шығар, көру керек. Мынандай достар, осы Альпен көліктің маған осындай воздушный белый шоколад ұнайды, қатты ұнайды. Осыны мен Ибрахимде 2 қабат кезде қатты жерік болып сатып алып жегем. Тойып, тоқтамай, бәрін тауысқан бір жегенде. Сол қазір жейін деп жатыр маған. Бізге ас болсын. Достар, біздің видеоларымыз сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Және біздің каналымызға міндетті түрде подписаться етіңіздер. Біз қазір ары қарай магазинде жұмысымызды жалғастырамыз, одан кейін үйге қайтамыз. Сонымен біздің видеоларымыз бітті, аяқталды. Всем пока, бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Біз шаршап қалдық.